Мен Нығметолла Икбаев атындағы мектеп гимназиясының 7-ші В сынып оқушысы Қуаныш Гаухар. Жандила Дана. Бүгінгі біздің ұсынып отырған жобамыздың тақырыбы қадамнан энергия алу, баламалы энергия көздерін тиімді пайдалану. Бүгінгі біздің осы жобада адам қозғалысы, яғни нақтырақ айтқанда қадам басу кезіндегі бізде пайда болатын механикалық энергияны тиімді жинау және де оны электр энергиясына айналдыру мүмкіндігі зерттеуде болып табылады. Жобада күнделікті тұрмыста қолданылатын қозғалысты энергияны біз пайдалану арқылы баламалы энергетиканың жаңа жолдарын ұсынамыз. Жоба тақырыбы, жоба жаңалығы осы қадамнан алынатын энергияны тек қана жинау емес, оны нақты мақсатта пайдалану. Егер адам қозғалысы кезінде пайда болатын механикалық энергияны қадам басу арқылы арнайы құрылғылардың көмегімен ұйымдастырылса, бұл өте тиімді, қолжетімді болады. Егер де қадамнан алынатын энергия көздері қоғамдық орындарда шағын электр құрылғыларына қондыруға және жарықтандыруға мүмкіндік береді. Біз ақылды мектеп жобасы бойынша 2000 оқушы, 250 мұғалімді алып отырмыз. Мұнда бұл біздің жобамыз арқылы бұл физикаға және экологияға тиімді тәжірибелерді түсіндіруге тиімді болады. Мектепте бұл жүйені қалай тиімді орнатуға болады және қай орындарға орнатқан дұрыс деген сұрақ. Ең бірінші, балалар, яғни оқушылар 2250 адамның ең көп жүретін орындарға, нүктелерге орнатуымыз керек. Ең бірінші, ол мектептің кіреберісіне. Екінші, сол асханаға. Үшінші, спорт залдың кіреберісіне. Ал төртінші, мектеп баспалдақтарына орнатқан дұрыс. Егер де бұл жүйені біздің мектепте 2250 адам қолданатын болса, бұл біздің жобамыз артады. Біздің мектепке пьезоэлектрлік еден плиткаларын қою өте ыңғайлы. Себебі плиткалардың астында пьезоэлементтер орналасады. Және де әрбір оқушы аяқ ізімен жүрген сайын олар тоқ береді. 2-3 миллиметрге майысып тоқ береді. Мысалы, міне. Осы жиналған энергияның бәрі осы конденсаторға жиналады. Және де осы 2250 адамнан жиналған энергия біздің мектебімізді толық жарықтандыруға жетпесе де, көп нәрселерге жетуі мүмкін. Біріншісі, гаджеттерді зарядтау. Біздің дәліздерде әрбір оқушы телефондарын зарядтай алады. Және де екіншісі, LED шам, ақылды LED шам. Әрбір оқушы жүрген сайын өзі жанатын ақылды LED шам. Міне. Және де үшінші, біздің мектепте қанша энергия жиналды, соның бәрін біздің мектептегі интерактивті тақтаға монитор ретінде жазып қою. Осы қадамнан энергия алу технологиясын кеңінен қолданысқа ие қылатын болсақ, адамдар энергияның бізге қалай керек екенін біледі деген ойдамын. 2250 адамнан алынған энергия қайда жұмсалады? Біз бұл есептеуді жүргізбес бұрын дәлізімізде орналасқан 5 метрлік пьезоэлектрлік еденді негізімізге аламыз. Осы пьезоэлектрлік еденнен алынған энергиялардың бәрі LED шамды тек қана оқушылар жүріп өткенде ғана емес, күнделікті тұрақты жұмыс істеуіне, және де осы гаджеттер күнделікті тұрақты жұмыс істейді, және де көп телефондарды зарядтай алады. Өз ашылатын есіктер және де турникеттерді зарядтауға болады. Адам саны көп болған сайын энергияның тиімділігі өте жоғары болады.